Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі тақырыпта BMW семерка жайлы айтатын боламыз. Соңғы үлгідегі 2019 жылы шыққан BMW семерка рестайлинг. Әр еркектің бір арманы осындай. Олай болса достар, кеттік. Міне өздеріңіз көріп отқандай, бұл жерде BMW семеркада 330-ға дейін баралады скоросты. Және де бұда турбина қосылған, бұл өте қатты орнынан қозғалып жүре алады. Спортивный машина деп айтсақ та болады. Және де бұның басқадан ерекшелігі комфорт деген кнопканы бассаңыз, арқаңызға және белден төмен жағыңызға массаж жасайды. Бұны массаж жасап отырасыз. Басқадан ерекшелігі тағы бір қасиеті бар. Бұл интеллекті күші бар. Интеллекті күші дегеніміз машинада бір кнопканы бассаңыз сезгіш қасиеті бар. Мысалы, машина кетіп бара жатыр, алдыңызда бір машина тұрса, оны сезеді. Жаныңызда бір жерге соғылайын деп жатсаңыз, или жаныңызда терек ба бір нәрсе тұрға, мысалға, оны сезіп, машина өзі звук береді, тың-тың деп. Бұның осындай басқадан интеллект күш деген, мысалы, шын айтқанда бұл заманауи 2020 жылдың осы заманға сай шығарылған машина деп айтсақ болады. Заманның дамып баратқанын осы жерден білсек болады. Және де бұл өте қатты жүргені қоса Америкада қазір көрсетіп жатыр. Тест-драйв Америкада көрсетіп жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, интеллект күш деген міне осы бағанадан айтқан міне интеллект күшіне өзі қараңыздар, өзі жүре береді. Жағыңыздағы машиналардың бәрін өзі сезетін болады. Бұл BMW семерка 2 объемдық болады, және 4x4 объемдық болады, және соңғы 6x6 объемдық болады. Бұның өте күші жоғары, бұның бәрі BMW-ны мақтайтын себебі бұның сүйегі өте мықты болады ғой, айтқанда шірімейді біріншіден. Екіншіден, соғылған бір нәрсе жағдайда оңайшылықпен майса қоймайды бұл BMW. Семейный машина деп те айтсақ болады. Іші шын айтқанда бұлай бір сөзбен айтқанда корабль деп айтсақ болады ғой. Іші өте кең, спокойно 4 адам, 5 адам артына сияды. Мысалы, 2-3 адам отырса, 3 адам отыру керек қой, жеңіл машина, седан. Кеңінен отырады да. Бұл көбінесе бизнес-класс машиналарға арналған. Бизнес-класс деп мен сіздерге бекерден-бекер айтпадым. Бұлар енді бастықтар тасу үшін арналған. Өйткені мынада отырғанда артқа қарай жатсаңыз, машинаның сидениясы өте ыңғайлы, кожаный болып саналады. Өзі жататын сондай бір өздерінің несі бар, инструкциялары бар. Өзінің артқа қарай жатқанға өзі кресло сізге қарай ыңғайлы істеледі. Өзі. Сіздер дұрыс естідіңіздер, өздері кресло ыңғайланады. Адам қалай мысалы артқа қарай жатса, ол креслода өзі артқа қарай кішкене шалқая бастайды. Бұның осындай 2019 жылғы шыққан BMW семерка. Бұл қазір көріп отқаныңыздарда 6x6 объемдық, өте Германияда жасалғанмен, бұл Америкада қазір түсірілім болып отыр. Көріп тұрғаныңыздар, Америка номері. Міне BMW семерканың бұл электронный түрінде, ішінде мысалы сізде бір жері бұзылып қалды ма машинаның, соны машинаның электроникасымен осы машинадан өзі автоматты түрде қай жері бұзылған өзі айтып беретін болады. Және де бұның басқадан ерекшеліктері, бұл программаның бәрі машинада ішінде орналған. Компьютер жағы өте жақсы дамыған болып саналады. Электроника, кино көрсеңіз болады, музыка тыңдасаңыз болады. Енді басқа машиналарда бар нәрсе ғой, бұл бәрі осы машинада бар. Заманауи машинада міне іші кожаный салон, өте ыңғайлы отырасыздар.
іші бұның S-классқа ұқсайды және Audi A8-ге ұқсайды. Бұл ұзындығы, іші мынандай бір-біріне ұқсатылып жасалған машиналар. Мысалы S-класстарда іші ағашпен келеді ғой. Мынау да сол сияқты, ішкі дизайн жан-жағының бәрі ағаштан жасалып. Өйткені бұлар білді уже ағаштан қалай көрінетінін, өте әдемі және оңайшылықпен ескіре қоймайды. Қазір баяғы 94-тердің мерстері жүр ғой. Кейбірлерін қарасаңыз, салонда алғандай новый көрінеді, мысалы жақсы сақтағанда. Бұлар соны біле тұра, әдейі ағаштан жасап істеген. Және де міне соны көріп тұрғанда түнде және басқа күндізде іштегі салонның цветін өзгертсе болады. Жасылға, сарыға, көкке, көрдіңіз бе? Іштегі салонның цветін өзгертсе болады. Міне іші деген өте үлкен корабль енді. Бұл айтқанда BMW-ның өзінің арнайы чехолдары мен кожаның, және де бұл айта кеткенде бағанағы міне өзінің смартфоны бар, осыған арналған. Сіз стеклоны төмен қарай бір ақ кнопкамен түсіре аласыз. Смартфон арқылы түсіресіз және жабасыз осы арқылы. Және де аяғыңызды созып жатсаңыз да болады, или сиденьені алға жылжыт қойып жатсаңыз болады. Сізге жалпы қалай ыңғайлы машина, солай өзіңіз жатсаңыз болады бұл машина. Бірақ смартфонмен осылай бір машинаны управлять етесіз. BMW семерка екі объемнен бастап 6 объемға дейін барады. Енді трассада өте жақсы жүреді бұл машина. 2020 жылдың королі деп айтсақ болады ғой осы BMW-ны. Сіздермен болған мен Бекзат Мұстафин. Егер осы видео ұнаса, сіздерге осы каналға жазылып алыңыздар. Және де өз ойларыңыз болса, бір жерден қателік болса, өз ойларыңыз болса, астына комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздермен осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше достар.